Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздермен энергияның сақталу заңына демонстрация жасайтын боламыз. Энергияның сақталу заңын барлықтарыңыз білесіздер, яғни табиғаттағы энергия жоғалып кетпейді және жоқтан пайда болмайды. Ол тек бір түрден екінші түрге айналады. Осыны біз қазір сіздермен демонстрация арқылы көруіңізге болады. Яғни бізде мынандай траектория берілген, сол траекторияда дененің қозғалысын қарастырайық. Мысалға, мына жерге жоғары жаққа қоятын болсақ, дене төмен қарай сырғанып түседі. Ал енді біз мына жерде энергияның графиктерін және де биіктік графигін жылдамдығын қояйық. Дененің жылдамдығы. Кинетикалық энергия мен потенциалдық энергияның формасын білесіздер. Кинетикалық энергияның формасы mv квадрат бөлінген 2. Яғни дененің қозғалыстағы энергиясы ол кинетикалық энергия болып есептелінеді. Ал дененің потенциалдық энергиясы ол mgh. Яғни потенциалдық энергия дененің биіктігіне байланысты. Егер дененің биіктігі максимал болатын болса, онда потенциалдық энергия да жоғары болар деген сөз. Қарайтын болсақ, бізде мынау 6 метр биіктікте жоғары тұр, яғни графикке қарайтын болсақ, оның потенциалдық энергиясы максимал. Егер жоғары, одан да жоғары қоятын болса, потенциалдық энергия арта береді. Егер төмен түсетін болса, потенциалдық энергия азаяды. Яғни дененің потенциалдық энергиясы биіктікке байланысты. Одан кейін дененің массасына байланысты. Егер мына жерде мен массаны арттыратын болсам, дененің потенциалдық энергиясы да артады. Яғни потенциалдық энергияның формасы mgh, ол массаға еркін түсу үдеуіне және де биіктікке байланысты. Ал кинетикалық энергияның формасы ол mv квадрат бөлінген 2. Яғни дененің кинетикалық энергиясы ол массаға тәуелді және де жылдамдықтың квадратына байланысты. Егер жылдамдық артатын болса, дененің кинетикалық энергиясы да артады. Осыны біз қазір сіздермен қарастырайық. Жоғарыға қоятын болсақ, ол төмен қарай сырғанайды. Яғни потенциалдық энергия кинетикалық энергия ауысады. Жоғары көтерілген кезде биіктік артып жатыр, төмен түскен кезде жылдамдық артып жатыр. Яғни кинетикалық энергия мен потенциалдық энергия өзгеріп, энергияның сақталу заңы орындалып жатыр. Төмен түскен кезде қарайтын болсаңдар, спид ол жылдамдық, яғни жылдамдық артып жатыр. Сәйкесінше кинетикалық энергия да артып жатыр. Жоғары қарай көтерілген кезде биіктік артып жатыр, яғни потенциалдық энергия артып жатыр. Ал енді келесі кезекте біз дененің қозғалыс траекториясын өзгертейік. Мысалға, дене 6 метр биіктіктен бұлай сырғанып түсетін болсын. Яғни потенциалдық энергия, кинетикалық энергия өзгереді. Қозғалыс траекториясын әртүрлі етіп қоюымызға болады. Мысалға, мынандай траекториямен қозғалатын болсын.